Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін оңай әрі дәмді салаттың түрімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, дәл осымен рецептімен жасап көріңіздер. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіп ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар осы: капустамыз, піскен қызылшамыз, және де 2 дана картошкамыз, мұнда және де огурцымыз, сәбіз. Дәл осы видеодағы заттардың барлығы да қажет. Ең алдымен картошкамыз дәл осылай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Барлығында терканың көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Менде үйде ыңғайлы терка болмағандықтан дәл осы қолмен турауды жөн санадым. Дәл осылай соломка етіп турап алыңыз барлығында. Достар, бұл салаттың дәмі өте ерекше, ащы салатқа да жатпайды, ешқандай да витаминге толы салат деп айтсам да болады. Жасалу жолы әрі оңай. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Дәл осы огурцымызды ортасынан бөліп, менде қосылып қалған огурцы екен, ортасынан бөліп алдым. Бір данасын қоссаңыздар да жеткілікті. Бұл жерде огурцымызды дәл осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Дәл осы балғын қиярымызбен, яғни огурцы қиярымызбенен дәмі өте ерекше болып шығады. Және де колбасамызды да дәл осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Яғни барлық қоспаларымызды дәл осылай соломка етіп турап аласыздар. Осы колбасамыздың орнына піскен тауық етін қолдансаңыздар да болады. Менде үйде осы колбаса болғандықтан колбаса қостым. Мінекей достар, барлығында жеке-жеке салып алыңыздар. Енді кезекте сәбізімізді қосамыз. 1 дана сәбіз жеткілікті. Сәбізді аздау етіп қоссаңыздар да болады. Сәбіздің де өзіндік дәмі бар. Маған осы салат қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Және де достар, мұнда менің инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да әртүрлі дәмді рецептермен бөлісіп отырамын. Жеңіл, жасалу жолы оңай рецептер бар ол жақта да. Капустамызды да дәл осылай майдалап турап алыңыздар. Мінекей, дәл осы видеодағыдай жасаңыздар. Енді піскен қызылшамызды. Кейбіреулер қызылшамызды пісірмей қосады. Пісіріп қоссаңыздар дәмі тіптен ерекше болып шығады. Алма қосуға да болады бұл салатқа. Мен осы үйдегі бар заттармен жасадым. Мінекей достар, барлығында турап алдым. Енді кезекте осы картошкамызды майдалап туралған, қызып тұрған майда қуырып аласыздар. Мінекей, мен фрем дайын. Енді барлық жаңа турап алған қоспаларымызды дәл осылай рет-ретмен қойып шығыңыздар. Светінде әдемі ашатын болады. Мен сіздерге араластырылған түрінде көрсетемін және жасалу жолында көрсететін боламын. Осы фримен де ерекше дәм беретін салаттардың бірі. Мінекей, жасап көрсеңіздер болады. Достар, сонымен қатар осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеомды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіп ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет дәмді жасалу жолы оңай рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, барлығында өйсіп орналастырып алғаннан кейін ортасына ас қаймағымызды, яғни майонезіміз, 2 ас қасық майонез жеткілікті. Мінекей, дәл осылай столға қонақтарыңызға аздап бетіне тұз сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Негізгі түрі араластырып қойсаңыздар да өте дәмді әрі түсі де өте әдемі болып шығады. Мінекей достар, дәл осымен рецептімен жасап көріңіздер тағы да. Өте керемет салаттардың бірі. Мінекей, жасалу түрі, араласқан түрі дәл осылай болып көрінеді. Светі де өте әдемі. Жасап көруге сіздерге де кеңес берем. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.